Аударма ісі. Аударма қазіргі технологиялар заманында сұранысқа ие мамандық болып саналады. Аудармашылар мәдениеттер арасындағы көпір болып коммуникацияны жетілдіреді. Бүгінгі таңдағы ең өзекті сұрақтардың бірі, аударма ісі мамандығын жасанды интеллектпен біз алмастыра аламыз ба? Мен де осы сұраққа қызығып, жасанды интеллекттің өзінен сұрайын деп шештім, және ол осындай жауап берді. Жасанды интеллекттің өзінің айтуы бойынша, жасанды интеллект аударма саласында нағыз төңкеріс жасады десек те болады. Ол аударма процесін айтарлықтай жылдамдатып, орасан зор мәтіндерді қас қағым сәтте өңдеп бере алады. Бұл үлкен көлемдегі ақпаратпен жұмыс істегенде өте ыңғайлы. Бірақ әрине мұның да өзінің нәзік тұстары да болады. Мәселен, жасанды интеллект кейде сөйлемнің астарлы мағынасын немесе контекстін, тілдің ерекше бояуын дәл бере алмай жатады. Яғни құрғақ аударып беруі де мүмкін. Тірі аударманың, адам жасаған аударманың өзіне тән ешкімді ала салмайтын ұтымды тұстары бар. Біріншіден, бұл мағынаның барынша дәл жеткізілуі. Адам мәтіннің контекстін, халықтың мәдени ерекшеліктерін және әрине сөздің эмоциональды бояуын сезе алады. Жасанды интеллектке қарағанда тірі аудармашы нақты жағдайға тез бейімделіп, сөз астарын түсіне біледі. Бірақ әдетте мұндай сапалы жұмыс көбірек уақытты қажет етеді және оның құны да қымбатырақ болады.